Кешір, құрметті ханымдар мен мырзалар. Бүгін міне Алатаудың бауырында, Жандосов ауылында, осыдан 30 жыл бұрын сонау Айсу факультетін бітіріп, бүгінде дүниесінің түкпір-түкпірінде әр салада еліміздің мақтанышына айналған, ұлдарын ұяға қондырған, қыздарын қияға қондырған аяулы жандар бүгін міне Алматының төрінде бас қосып жүздесіп отыр. Қош келдіңіздер, құрметті ханымдар мен мырзалар. Сәлем берем, атамды мышқыр етті әлемге сен. Байтақ елкендігіңе қайран қалам, бабалар тарадығын дәлелдеген. Сарқан түрегенсің, киелі жерегенсің, байтағым сен екенсің, киелегенсің, үйренегенсің, үйренегенсің. Сарқан елге бақытқа толған елге, елімнің астанасы болған елге, гүл болған елге, арнам елге. Темірбек, қасында жолдас это Рыскүл, Жұбаев жолдасы. Ақтөбе. Газ саласында жұмыс істейді. Әлібек, осы Алматыда тұрады. Все. Здесь, в городе, в Алмате. Ботагөз Умарова. Рядом моя половина, супруга. Но она на один курс от нас младше. 83 АТМ. Жанат зовут ее. Это моя супруга. Рядом Алмаз Сейтимов. Тоже в первой группе. Здесь, в городе, в Алмате. Здесь написано, супруга не была, такая стояла. Тимур Айшанов, Антон группе составный приехал. Спасибо ему тоже, что с нами вместе. Вот. Айка, Авштаб, все знаете. Вот. Тоже в первой группе с нами отдаемся. Рядом Трапбай Сейдагалиев. Зам старства. Вот помощник. Сейдагалиев Трапбай рядом Гульнар. Живая супруга. Ну это вот внучка. Гульнара Нурпеевичева. Наша группа в Алмате. Рядом Оля Архипова. В Алмате. Наташа Круг. В Алмате. Савчан. Первый группы. Лактюбинский.